киноға сәл 40 минуттай уақыт бар ше. Сыртта әңгіме қылып тұра тұрмаймыз ба? Сөйтейік, ауа райы да әдемі болып тұр екен. Не жаңалық отыр қайында? Жаңалықтың көкесімен деп отыр бауырым. Қой, айтсайшы. Короче, ана бір класс төмен оқыған қыз бар ма, қара қыз. Қыз? Бәрін жүгірдіңдер қойса, қай қыз деп қойып. Ана, есетсі, сол. Сол біраз болды, үйіне қайтып кеп қапты. Кеп қойғанда қалай сонда? Ажырасып кеткен ғой. Үйіне кеп ажырасып кеп қойғанбысың ба? Ажырасып кеп қойған. Сен бәрін білесің сондайларды, аңды жүресің ба? Қарындасым арқылы класстас ғой, біліп отыр. Бір район тұрып, мен естімегенім ше. Енді соған енді ажырасқан екен, оған сауап керек дегенде. Сауап дейсің ба? Сен номерін берсең ба? Нөмірін табам, просто бәрі бір демсің, айнама. Бірақ екеуіміз бірдей андай қылмайық та, бажа қылмайық та. Жігіттер, кімді айтып біліп тұрмын қазір. Қазір қалай отыңызшы. Әбегің звондап отырсыз ба? Номері бар ма? Жазып алайық та? Жоқ, оған емес, ағасына. Ағасына? Мына жерде бір екі мәрт жігіт, сол қарындасыңа сауап жасамақшы еді, бір айтып қалмасам. Көтіңсі, Абдулай. Естиyorsun? Жігіттер, қазір ғана сөздерің басқаша еді. Қазір қыздар бұзылған, қазір қыздар андай, қазір қыздар мұндай дейсіңдер. Сол қыздар бұзып отқан сендер сияқты жігіттерді. Ешін ертіп келген бе? Шақтым мен өйтіп әңгіме айтатын. Сендердің де қарындастарың бар, құдай самасын. Ертең сендердің қарындастарың осы сияқты кеп тұрса, сендер сияқты жігіттер кеп сауап жасамақшымыз десең, қалай қарайсыңдар? Болды. Тоқтатшы. Жігіт деген атқа лайық болсаңдаршы, жігіттер. Өздерін көтере алатын сөз сөйлесеңдерші. Болды. Әңгіме айтылмайды бұл әңгіме. Жүр кино көрейікші, настыря бытшын шығардың ғой. Ешқам деп. Адам ойын бұзбай. Құрметті жігіттер, қазақ қызының ар намысын